Сартай Қазыбекұлы Алматы облысы Іле ауданында дүниеге келген. Әкесі Қазыбек өмірден өткенде Сартай небәрі 3,5 жаста еді. Анамыз Анишаға аманат етіп тастап кеткен 6 баласын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіріп, тәрбиелеп, білім нәрмен сусындатып, әр баласының қоғамда өз орнын қалыптастыру үшін аянбай еңбек етті. 5 қыздан соң дүниеге келген Сартай әкесінің тұяғы қара шаңырақтың иесі деп еркелікпен өссе де, бала күнінен өте зерек болды. Мектепті үздік бітіріп, Алматы қаласындағы аграрлық институтқа түсіп, агроном мамандығы бойынша үздік аяқтап шықты. 1973 жылы ең алғаш өзінің еңбек жолын Шеңгелді совхозында бас маман ретінде қызмет етуден бастап, 1996 жылға дейін Шеңгелді совхозының тұрмыс тіршілігіне етене араласып қызмет етті. 1974 жылы Аманкүлмен шаңырақ көтеріп, Бақытжан, Бауыржан ұлдары дүниеге келді. Құданы Құдай қосат демекші, екі бірдей құдамен тағдыр жолдары тоғысып, екі ұлы отау тігіп, бүгінгі күні Бақытжан мен Бауыржанның жарлары Шәрбат пен Кәмшат Сартай ағамыздың ұрпағын жалғастырып, Қазыбек атамыздың әулиетін көкке қарататындай білімді, саналы, болашағынан зор үміт күттіретін 9 немере өсіріп тәрбиелеп отыр. Сартай ағамыз 1996 жылдан бастап өмірінің соңына дейін Алматы қаласындағы номері 3 автокомбинаттың директоры болып қызмет атқарды. Сартай ағамыз жомарт, ой өрісі кең, өте сабырлы жан еді. Үйдің кенжесі болса да, қара шаңыраққа ие болып отырған соң, өзінің алдындағы әпкелеріне қамқор болып, мейіріміне бөлеп жүрді. Өз ортасында туған туыс, дос-жаран мен қызметкерлерінің арасында орны ерекше. Есімін алтын әріппен ойып жазуға тұрарлық, жоғарғы беделге ие азаматтың бірі еді. Қазіргі уақытта жары Аманкүл, ұл келіндері, немерелермен Сартай ағамыздың қара шаңырағының түтінін түтетіп отырған жайы бар. Орнында отырған оңалар демекші, екі немересі отау құрып, өрістері кеңеюде. Асқартау әкеміздің өмірден озғанына 10 жыл уақыт өтсе де, жарқын бейнесі әлі де болса көз алдымыздан кетер емес. Елінің ардақталған ағасы едің, жапырағы жайқалған ағаш едің. Еліңнің, әулетіңнің өр тұлғасы, тұлпардың тұғыр ұстар тағасы едің. Өкінбе әке, отың бар сөнбей тұғын, ол мәңгілік жанады көрмей тыным, ұрпағың бар ел менен ер намысың, тірі тұрса қолынан бермей тұғын. Әкеміздің жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жаны жәннаттан болсын. Адам ұрпағымен мың жасайды демекші, артта қалған ұрпақтары аман болсын. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім, самғасам күш қуат демеуім, сүрінсем тәрегім, қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқар тауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым. Әр қашанда бейік көретін мен басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Қасиет киеңнің шыңына арнадым алғыс тағзым. Еш мектеп жет алмас құнына, ең мықты ұстазым. Аңсайды ұлына әр әке, елде жоқ бақ қонғаным. Жетеді мен
үшін жан әке сөздей ақ болғаным. Әрқашанда биік көретін мен басқадан, менің әке ең жақсы адам. Менің әке